2027 жылы былай ремонт жасау өте позор. Бірінші, алтын түсті көп қолдану. Алтынның бір емес бірнеше түсі болғандықтан үйіңіз олай үйлесімсіз болып көрінеді. Көп алтын бай етіп көрсетпейді, керісінше тез жалықтырады. Сондықтан барлығын алтын түсте жасай бермей, қара сатин түстерінде таңдаңыз. Екінші, аласа потолок. Аласа потолокты түрмелерде әдейі жасайды. Ал биік потолок адамдарға жайлылық пен еркіндікті береді. Үйдің еңсесі биік, төбесі жоғары болатын болса, қымбат көрінеді. Жаңа үй салсаңыз, міндетті түрде потолокты биік жасаңыз. Үшінші, арзан ақ есік. Ремонтыңыз дизайнерский қанша қымбат болса да, арзан пустышка есік барлығын құртады. 5-6 жылдан соң шиқылдап, түртіп кетсең, тесіліп кетеді. Бұндай есікке 60 мың төлемей қойыңыз. Оданша 30-50 жыл бойы жап-жаңа болып тұратын таза ағаш есік алыңыз. Ал төртінші, барлық бөлмеге бамбук панель жабыстырмаңыз. Таза бамбуктан жасалған қымбатын алсаңыз, әңгіме жоқ. Бірақ сіз сатып алып жүрген 7000 теңгелік бамбук, ол даже бамбук емес, 3-4 жылда бұзылады. СН пленкасы ажырап, ауаға улы заттар бөледі. Мен сізге арнап ремонт жасағанда қауіпсіз және әдемі болатын ремонт материалдарын тізім дайындап қойдым. Оны алу үшін комментке үй сөзін жазыңыз.